Баршаңызға сәлем. Жасалу өте оңай әрі тез, дәмді, өте нәзік. Бір жасалғаннан шығатын торттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып, керек мөлшерде қантымызды салып, жақсылап араластырамыз, қанты ерігенше. Майымызды құямыз, сұйық май. Онан кейін жарты ас қасық ас содасын саламыз. Онан кейін қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ, осылай вилканың көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар жетеді. Үй температурасындағы сүтті құямыз. 2 қасық какао саламыз. Өлшеніп тұрған ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Арасындағы түйіршіктер болмау қажет. Видеодағыдай жақсылап араластырып, пергамент қағазын төсеп, ыдысымызға осы массаны құямыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Мінекей дайын болды. Алып осы коржығымызды осындай торт пісіретін формаменен бөліп аламыз. Мен 3 бөлікке бөлемін. Диаметрі 20 сантиметр. Әрине, пештен шыққаннан кейін суытып алу қажет коржықты. Сол кезде жабыспайды асты. Шет-шеттеріндегі коржықтерді тастамаймыз, ол бетіне себуге қажет болады. Неке бәрін осылай бөліп аламын. Енді кремін жасап қоямын, ол жері өкінішке орай түспей қалыпты, кешірім өтінемін. 20% сметамен 250 грамм және сгущенка екеуін араластырамыз. Осылай енді тортымызды жинаймыз. Кремімізді бетіне жақсылап жағып шығамыз, көбірек өзіне сіңіріп алады. Бұл торттың бір жақсы жері ешқандай қатырмайды. Қатырмаймыз, қалай дайын болады, дереу шайға қойсаңыздар болады. Барлығын осылай жинап шығамыз. Енді қалған бетіне осындай қалған шетіндегі коржықтарды майдалап, осылай сеуіп, шет-шеттердің бәріне сеуіп шығамыз. Мінекей дайын болды тортымыз. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір мен сіздерге кесіп көрсетемін. Өте нәзік, жұмсақ шықты. Өте дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Жанар.